Баршаңызға сәлем, парақшам өте пайдалы. Бүгін лағман созуды көрсетемін. Жылы суымызға тұзымызды қосып, бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. ұн електен өткізілген ұнды аз да емес, көп те емес мөлшермен қосып, қатты қамыр илейміз. Қамырды қатты бассаңыздар, қамыр қатты болады. Осымен қамыр дайын болды. Демалдыруға бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Қамыр өз қалпына келіп, 15 минуттан кейін жаюға кірісеміз. Үстін осылай басып, пышақтың көмегімен бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөліп болғаннан кейін қолымызбен қысып, алақанымызбен жайып шығамыз. Қалған қамырлардың бетін міндетті түрде жауып қойыңыздар. Лағманға май көп кетеді. Алақанымызға майды жағып, осылай созамыз лағманды. Созылған лағмандарды осылай дөңгелекше етіп, үстіне май жағып қоясыздар. Сонда қамырлар бір-біріне жабыспайды. Қалған қамырларды осылай жіңішке формаға келтіріп, алақанымызбен жаямыз. Міндетті түрде майлап отырамыз. Әр жайғанымыздың үстінен. Қамырымыз шамалы жаймен жұқарып келе жатыр. Ешқандай да үзілмейді. Лағманның қалың болған түрі сағыз сияқты болады дәмі. Мен бүгін барынша жіңішке етіп жасадым. Негізі жіңішке лағман өте дәмді болады. Бізге жіңішке түрі ұнайды. Осымен лағманның ұшынан, қамырдың ұшынан ұстап, қолымызға айналдырамыз. Қатты тартпайсыздар, қатты тартсаңыздар үзіліп кетеді. Лағманды осылай қолымызға орап болғаннан кейін бірнеше рет ұрғылаймыз. Сонда қамырымыз барынша жіңішкеріп, піскенде әдемі болады. Орап ұрғылау тәсілді бірнеше рет көрсеттім. Үзіліп жатқан жоқ ешқандай да. Кастрөлімізге суымызды құйып, тұзымызды салып, суымыз қайнағаннан кейін қамырды салып, шанышқы, яғни вилканың көмегімен міндетті түрде араластырып тұрасыздар. Сонда қамыр бір-біріне жабыспай, әдемі болып піседі. 2 минут қана қайнатыңыздар. Көбігі тарқағаннан кейін баяу отта көп қайнатсаңыздар қамырларыңыз езіліп кетеді. Қамырымыз піскеннен кейін сүзіп алып, суытуға қоямыз. Суымай тұрып, май жағасыздар. Май жаққаннан кейін арасында майды бір-біріне осылай қамырды майын жақсылап жағасыздар. Сонда қамыр жабыспайды. Ыстық күйінше құясыздар майды. Осымен лағмандарымыз дайын болды. Парақшаммен бөлісе кетіңіздер достарыңызға. Лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.